Жазушы Оралхан Бөкейдің апамның астауы, тортай мінер ақбозат, тоқадан қалған тұяқ, күлпештің ұршығы, қасқыр ұлыған түнді, бура, кер бұғат әңгімелері қаламгердің осы жанрдың хас шебер екендігін танытады. Оралхан Бөкей әңгімелерінің алтын арқауы, ауыл өмірінің шындығы, замандастарының тыныс тіршілігі. Осы сипаттағы шығармасының бірі Тортай мінер ақбозат әңгімесі. Бұл әңгімеде балалық шағында жазушының өміріне әсер еткен оқиға баяндалады. Соғыс аяқталғаннан кейінгі ауылдың көрінісі, халықтың тұрмыс тіршілігі, әсем табиғат көріністері шынайы суреттеледі. Қаламгер Тортай атты ауыл баласының жан дүниесін, арманшылдығын, достыққа адалдығын терең сезімталдықпен бейнелейді. Қой аузынан шөп алмас жуас, жасқаншақтау Тортай, жастайынан жетімдік көрген, тойып тамақ ішпеген, ауыл малын бағатын бала, өзі бала болып көп ойнамайды, кітапты баса алмай оқиды, және әңгімені жақсы айтады. Оның барлық ертегісі баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталады. Жазушы әңгімеде Тортайдың ой қиялы арқылы оның адамгершілік қасиетін ашып, жан дүниесін, достыққа адалдығын терең сезімталдықпен бейнелейді. Өмірге енді ғана араласа бастаған асқақ сезімді арманшыл баланың бейнесі оқырманды бірден баурап алады. Оның арманы оқуын жалғастырып, кітап жазып, жазушы болу. Құлағының мүкісі бар жетім бала Тортай оқуға қаншалықты ықыласты болғанымен арманына жете алмайды. Тортай өзі қиялдаған ақбозатқа міне алмады. Бұл өмірдің ащы шындығы. Оралхан Бөкей осы шағын әңгімесіндегі Тортай бейнесі арқылы айналаға зор мейірім мен үлкен жауапкершілікпен қарайтын, адам баласын пәктікпен тазалыққа, адалдықпен мейірімділікке, ізгілікке баулайтын ізгі жанды әспеттейді.